Достар, бета-версияға обновление болған ба, қарасаңыз, бірінші пропусктен бері 47 деген цифр ғой. Мынаны қараңдар, складқа кіреміз. Складқа қарасаңыз, не деген ол бокс. Всем ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Көптен күткен iPhone сайтын жандарға осы видеоны жіберіп қойып, бүгінгі видеода мен iPhone сайтын жандарға тутор шығарған болатым. Осындай новый бета серверге видео басталмастан бұрын менің арнама тіркеліп ал, подписаться кнопкасын сұрғылып қойсайшы. Ал енді біз видеомызды бастаймыз. Видеоны до конца қарап, сен де осылай бета серверге кір. Ең алдымен достар, осы телеграмға кіреміз. Осылай мен сілтеме қалдырып кетемін. Осы сілтемені бірінші басамыз. Ең бірінші мына жерде осылай 3 кнопка тұрады. Сол жерде біріншісін басамыз. Ең бірінші біздің YouTube арнамызға тіркелу керекпіз. Осылай тіркеліп болғаннан кейін шетінен шығып кетеміз. Шетінен шығып кеткеннен кейін осылай күтеміз. Загрузка болып тұрады. Шамалы. Одан кейін осылай сұр түсті кнопка шығады. Тіркелдің, істедің дегендей. Осылай екінші сілтемеге кіреміз. Ол кезде менің видеома жібереді. Осылай комментарияға кіреміз де. Комментарияға от души деп жаза кетеміз, коммент. Сосын видеоға лайк басуды ұмытпаймыз обязательно. Одан кейін бұдан шығамыз. Бұдан шыққаннан кейін үшінші ол біздің телеграм. Осы жақтан сендер файлды сілтемені ала аласыңдар. Телеграмға сендер осы жерден тіркеліп аласыңдар. Солай. Одан кейін, мына жерде астында онлайк деген сілтеме шығады. Соны басу арқылы, осылай файл шығады. Файлдың үстін қатты басамыз да, осылай поделиться кнопкасын басып, мына жерде сохранить файл дегенді басып, өзімізге сақтап аламыз. Одан кейін, файлға кіреміз. Менде уже бар ол файл. Файлдың бір рет үстін басамыз. Одан кейін біз оның үстін басқаннан кейін дальше настройкаға кіреміз. Настройка кіргеннен кейін, настройкаде осы бір жердегі пропил загружен деген сөзді басамыз. Одан кейін осылай шығады. Бізде сосын мына жерге паролімізді жазамыз да, установить деп, бұны установить ете аламыз. Одан кейін біз деген тұрамыз. Об этом устройстве дегенді басамыз, достар. Сосын доверие сертификат деген басамыз. Сіздерде мынау деген өшік тұруы мүмкін. Соны осылай қосып аламыз. Дальше, достар, осылай деген телеграмнан шығып кетеміз. Шыққаннан кейін Free Fire'a кіреміз обязательно. Free Fire'a кіргеннен кейін сәл шамалы күтеміз. Осылай бүгін обновление отыр екен. Обновлениені скачать етіп алыңдар, обнова жасамағандар. Free Fire'a кіргенше күтейік енді біз. Осылайынша Free Fire'a кіреді. Одан кейін тұрамыз. Free Fire'да біз профильді басамыз. Профильді басқаннан кейін, Free Fire'дан шығып кетеміз. Ендігі кезекте мына жерде екінші сілтемеге кіреміз. Екінші сілтеме бұл жерден сіздер барып ключ алу керексіңдер. Ең бірінші мына жердегі start unlocking деген сөзді басамыз. Одан кейін мына жерде верификация деген сөзді басып жібереміз. Одан кейін мына жерде 6 секунд күтуіміз керек. 6 секунд күткеннен кейін верификация деген сөзді басып, next деген сөзді басып, дальше жалғастырамыз. Мына жерде шығып кетеміз, былай готов деп басып. Уже мына жерде біз екінші несіне кеттік, осы ретке. Мына жерде біз бір сөзбен айтқанда жеті реклама көруіміз керек. Мен уже екеуін көріп тастадым. Осылай қайталай бересіңдер. Мына жерде next деген сөз қайттан басамыз. Мына жерде готовты басып, қайттан өзіміздің сайтқа оралып кетеміз. Уже 3-7 рекламаны көрдік. Осылайынша, 7-7 болғанша қайталаймыз, достар. Мына жерде уже 4-ші реклама кетті біздің. Бізде азғанта 3 реклама қалды. Енді 3 рекламаны көріпсақ, одан кейін бізде ключ шығатын болады. 5-ші реклама кетті уже. Мына жерде верификация деген сөзді басамыз. Сосын мына жерде 5 секунд ба, 5 секунд үшін күтуіміз қажет. Дұрысынан жасаймыз чат. Одан кейін бізде біз 6-шы не дейміз рекламада 6-ны әлі көріп болған жоқпыз. Бізге 7-ге дейін көріп болуымыз керек. Бір жерде чат, үнсіздікпен, музыкамен тыңдайсыңдар ма, қалай? Жойлағаны қоя бен. Так. Уже 7-ші рекламаға келдік, чат. Біз next дегенді бассамыз. Одан кейін мына жерде яғни робот деген сөз шығады, достар.
яғни робот деген сөз шыққаннан кейін жасыл сөз шығады, астына соны басамыз. Короче, астындағы сөзді басқаннан кейін осылай шығады, сосын yes деген сөзді басамыз да, осыны осылай ключ ашылды деп шығады. Ане төбеде көріп тұрғандай осылай бізде ағылшынша бірдеңе шығады. Бұл бір сөзбен айтқанда ключ та, кілт. Короче, бұны копировать етіп аламыз. Дальше Free Fire'ға кіріп тұрған едік жаңағылай. Мына жерде бізде описанияға кіреміз да. Описаниеде не жазылып тұрса да соны удалить етіп тастаймыз да, жаңағы копировать еткен затымызды готов деп осылай сохранить етіп қоямыз. Одан кейін достар, біз Free Fire'дан шығып кетеміз. Free Fire'дан шығып кеткеннен кейін сендерге келесі кезекте мынау Potatso дейтін программаны тарту керек болады. Енді Potatso'да сендерде бұлай тұрмауы мүмкін баста кірген кезде. Сосын added proxy, сосын мына жерде added деген сөзді басамыз. Осылай шығады, сендер баста нобидан тартып алған адамдарда. Одан кейін ол жерге, короче, сен не істейсіңдер? Сендер осылай деген таңдайсыңдар, мына жерде type дегенге қытыпын таңдайсыңдар, мына жерге host дегенге осы сипорт жазып, короче, осылайынша сендер осылай сақтап боласыңдар. Келесі осы ретте деген біз Free Fire'ға кіреміз, андай проксиді қосып алғаннан кейін. Пока что біз Free Fire'ға кіргеннен күте тұрамыз. Осылайынша осы жерге дейін келеді. Достар, осы жерде көрдіңдер, көк жазу шықты төбесінде. Көк жазу шыққаннан кейін осы прокси Potatso дейтін буфенді өшіп тастаймыз. Осымен ок дегені басып, дальше біз уже Free Fire'ға кіріп кетеміз. Осылайынша шығады. Осылайынан шыққан кезде, достар, сендерде уже сервер загрузка болады. Загрузка болғанда, короче, осыны күтесіңдер. Бұл, короче, қанша загрузка алатынын білмейміз. Енді 2 минут күтесіңдер, 3 минут күтесіңдер. 3 минут кіргеннен кейін сендерді Free Fire'ға кіргізіп жібереді. Дальше, достар, осы видеоны толығымен қарайық. Мына жерде мен музыка қойып қоямын, потому что мына жерде істейтін нәрсе жоқ. Мына жерде мен осының толғанша кіргенше күтетін боламын. Музыкамен дальше видеоны жалғастыра береміз. Осылай сервер загрузка еткеннен кейін осылайынша достар сендерде осылай Free Fire'ға кіреді. Мен мына жерде өзім құрастырған сетімді бір жағын эмоцияларым тұр, күнделікті ойнап жүргендегі. Мен сендерге қазір мына жерде шамалы чуть обзор көрсетіп кететін болам. Бұл Nobi серверде, короче, 2001 киім болады, сондағысы бір киім жоқ. То есть қайталанған киімдерді алып тастағанда бұл жерде не бар десіне, бұл жерде мына жерде аптека жегенде шығады, мына жерде сумка бар, алдыңғы серверде сумка жоғады, мына жерде бәрі бар. Мына жерде доска бар, олд доска, мына жерде машиналарға скиндар, короче, осында авофондар, мына жерде көздерін көріп тұрғандай неше бір ашылмаған лутбокстар бар. Мына жерде менде бар наборлардың тоже лутбокстар бар. Осылайша, короче, сендер де кіріп алып өздерің ойнайым десеңдер да, или TikTok түсірем десеңдер да, осылай қолдансаңдар болады. Сосын айта кетерім, чат бұл бета сервер, бұл шынайы аккаунтқа жанаспайды. Бұл әшейін сендер үшін көрінеді.